Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен 5 санды Wobby тортын әзірлейміз. Ең алдымен сары май мен шоколадты әдеттегідей жақсылап ертіп аламыз. Бая отта ертсеңіз болады, болмаса астына су құйып, ыстық суда ертсеңіз де әбден болады. Мінекей заттың бәрін таразыға тартып аламыз. Какао 30 грамм керек, бәрінің граммдарын төменде описание бөліміне жазып кеттім. Ең шоколад пен сары май ерігенше осы 10 какао разрыхлитель үшеуін араластырып қосып қойыңыз. Мінекей мынау қоспамыз да дайын болды. Ал енді бастаймыз. Ең алдымен табамызға мінекей разрыхлитель араластырып жатқанымыз көрініп жатыр мына жерде. Міне үшеуін әдемілеп електен өткізіп дайындап қоямыз. Міне шекерімізді тартып жатырмыз. Негізі 4 грамм ыдысқа да қосқан 180 грамм шекер кетеді. Ал енді жұмыртқамызбен шекерді қосып, ақ көбік болғанша әбден араластырамыз. Міне видеода көрініп тұр анық. Жақсылап араласқаннан кейін мынау шоколад пен сары май араласқан қоспаны әкеп үстінен қосамыз. Мінекей әдемі бір келкі масса шығып жатыр. Енді жаңағы еленген ұнымыз 10 какао қопсытқыш үшеуін әкеліп осы ыдысқа саламыз. Мінекей тортымыздың қамыры дайын болды. Міне осындай сұйықтау болады. Бұдан қатты болып кетсе, қамыр ұны көп болып кетсе, уже теста қаттылау болып шығады. Яғни үлпілдек болып шықпайды. Мына біздің осы граммен таразбен өлшеп жасасаңыз, үлпілдек, жеңіл, әдемі болып шығады. Міне трефаратпен біз 5-ті сызып алдық. Мінекей 5-тің үстіне жаңағы қамырымызды жаймалап реттедік. Міне 3-5 дайын болды. 3-5-ті бір-бірінің үстіне қойып, реттеп, бірдей етіп кесіп аламыз. Мінекей енді кремге көшеміз. Кремге міндетті түрде сливки 35-33% жарай береді. Одан кейін творожный масса қосамыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Арасына қант ұнтағын қосамыз. Міне дайын болды біздің креміміз. Осылай тапаны төңкергенде қимылдамай тұру керек. Ал енді осындай бір реттік осындай қапқа басына насадканы салып, ішіне кремді толтырып аласыз да. Мына тортыңызды қойып, әдемілеп шариктер жасап шығасыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай 5 торты жайлап біртіндеп болып келе жатыр. Әп-сәтте міне кремдер сондай әдемі жалтырап тұр. Таза сливкиден жасалған торттың кремдері осылай тұрады. Міне байқағандарыңыздай ерекше. Міне үй жағдайында осылай туған күнге арнап лезде торт пісіріп балаңызға ұсынсаңыз болады. Көп затты қажет етпейді. Ең басы сливки мен творожный массаңызға біраз ақша кетеді. Сатып алмай өзіңіз үй жағдайында жасап қуантуыңызға болады. Мінекей әп-әдемі торт дайын болды. 5 деген. Бетіне шоколад ертіп құйсаңыз да болады. Осылай жеміс-жидектермен әзірлеп, өз қалауыңызша сәндеп әрлей түссеңіз болады. Міне сіздермен бірге болған Ақмарал Ашырхан. Менің инста парақшама тіркеліп алыңыздар.